Таразда 9 мыңға жуық азамат жұмыссыз жүр. Екі қолға бір күрек таппай, сандалған жандарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында шаһарда кезекті рет бос орындар жәрмеңкесі өткізілді. Шараға 78 жұмыс беруші мекеме қатысты. Олар 270-тен аса педагогикалық орындарға ұстаздар іздеп жатыр. Жансая Жарылқасын мамандығы бойынша ағылшын пәнінің мұғалімі бүгінгі жәрмеңкеге арнайы жұмыс іздеп келіпті. Бұған дейін де жеке мектепте ұстаздық қызмет еткен, алайда оның арманы мемлекеттік мекемеге орналасу. Өз бетімше көрдім, мен бірақ мектептерден емес, колледждерден көрдім. Резюме тастап кеткен едім, олардан әлі маған хабар келген жоқ. Ағылшын тілі мамандығына негізі адамдар көп қажет қой қазірде, себебі ағылшын тілі дамып кеткен, сондықтан мен ойлаймын, осы жерден жұмыс тауып кетемін деп. Педагогикалық мамандықтарға арналған бос орындар жәрмеңкесі дәстүрлі түрде жылда тамыздың соңында өтеді. Ондағы мақсат жаңа оқу жылының алдында жұмыс іздеп жүрген ұстаздарға көмек қолын созу. Ал орташа жалақы 40-50 мыңнан басталып 110 мыңға дейін жетеді дейді тиісті тарап. Негізінен алғанда бұл орыс мектептерінде 125-те жаңағы бос орындар, қалғандары қазақ мектептеріндегі осы педагогикалық мамандықтарға арналған орындар. Міне осыған байланысты қаланың тұрғындарын шақырып арнайы жәрмеңке өткізіліп отыр. Бос орындар жәрмеңкесі жылына 4 рет өткізіледі. Ол жәрмеңке бүгінгі өзіңіз көріп отырғандай педагогикалық жәрмеңке. Одан тыс мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған жәрмеңке өткізіледі. Сонымен қатар мына пробация есебінде тұрған бас бостандығына айырылып келген азаматтарға да жәрмеңке өткізіледі. Айта кетейік, енді техникалық мамандықтарға арналған бос орындар жәрмеңкесі қазанда өтеді. Гүлжан Серік, Азизхан Әбді, 7-7 Ньюс.